Серхат пен Зейнеп жақындарын үйлеріне қонаққа шақырады. Бирак та келіп Кадерді оларға қалдырып қоймайтынын айтады. Зейнеп Кадерді туғанда керек қылмай тастап кетіп едің. Енді керек болып қалды ма? Сен Кадерді жақсы көрмейсің. Тек өз мақсатыңа пайдаланғың келеді. Ал мен бұған жол бермеймін дейді. Биракты полицейлер келіп Тибет мырзаның өліміне қатысты тергеу ісі жүріп жатыр. Сізден түсініктеме алуымыз керек. Учаскеге жүріңіз деп алып кетеді. Ариф қызына Серхаттан бас тартады. Қыздар сені өз анасындай жақсы көрмейді бәрібір. Уақыт өте араларындағы мұз еріп аналарын кешіреді. Сонда сен жалғыз қаласың. Одан да қазір кеш болмай тұрғанда бас тартып қиналғаның жақсы дейді. Зейнеп әкемен Серхатты сүйемін дейді. Серхат Зейнепке неке сақинасын сыйлап, бұл біздің некеміздің шынайылығының белгісі болсын дейді. Пелин Биракқа Нежат мырза, сіздің Тибет мырзаның компаниясын басқарғаныңызды қалайды дейді. Бирак мен не үшін Нежаттың айтқанын жасауым керек дейді. Пелин егер жасамайтын болсаңыз Кадердің Жиханның қызы екенін Серхан мырза білетін болады деп бейне жазбаны көрсетеді. Бирак қарғыс атсын деп ашуланып кетіп қалады. Бирак Кадерге ойыншықтар алып келеді. Зейнеп Биракқа босқа әуре болма, Кадерді тартып ала алмайсың дейді. Бирак оны сотта көреміз дейді. Зейнеп егер Кадерді алатын болсаң, мен полицияға сенің Тибет мырзаны өлтіргеніңді айтамын дейді. Бирак ашуланып жендетке Зейнепті өлтір деп тапсырма береді. Зейнеп пен Серхат ұрсысып қалады. Зейнеп ашуланып сыртқа шығып кетеді. Зейнепті Бирактың адамы ұрлап кетеді. Серхат Зейнепті іздеп сыртқа шығады. Жолда қызыл машинада Зейнептің қолын көреді. Машинаның артынан қуады. Бирак ашу үстінде қабылдаған шешіміне өкініп Пелинге қоңырау шалып Зейнепті өлтіріп қоймасын дереу тоқтат дейді. Пелин Бирак ханым тым кеш. Ендігі іс біткен шығар дейді.